Жамбыл ауданы Қазбек станциясында күрделі жөндеуден өткен темір жол вокзалы қайта ашылды. 9 жолдың торабындағы бекет жолаушылар жайлылығы үшін заманауи құралдармен толық жабдықталды. Нысанның жаңарған келбеті туралы тілшіміз баяндайды. Қазбек станциясының ескі вокзалы 1960 жыл салынған. Толықтай қайта жаңғыртудан кейін оның жалпы аумағы 236 шаршы метрді құрады. Жаңғыртылған ғимаратта медициналық пункт пен ана мен бала бөлмесі қарастырылған. Жоба еліміздегі темір жол инфрақұрылымын жаңғырту бағдарламасы бойынша атқарылды. Алматы облысының бойынша осы қазір ашылып жатқан енді Қазбек, бұның алдында ашылғандары Қапшағай, Жетісу, Шамалған. Халықтың мұң-мұқтажын пойызды осында тоқтатуын естідік. Енді оны қарастырып, оң шешімін қабылдауға тырысамыз. Бекет арқылы күн сайын Алматыға қатынайтын 2 жолаушы пойыз өтеді. Бұл бағытқа сұраныс жоғары. Жұмыс күндері пойызды орта есеппен 70-80 адам пайдаланса, демалыс күндері жолаушылар саны 100-200 адамға дейін артады. Жол ақысы 120 теңге, ал жол жүру уақыты шамамен 1 сағат. Теміржол ауылдық округінің, әсіресе Қазбек станциясының тұрғындары жаңа вокзалдың ашылғанына дән риза. Олар алдағы уақытта шығыс пен батысқа жүретін пойыз саны артып, бекетке аялдаса деген үміттерін жеткізді. Осы ауылға мына вокзал салғаннан кейін бізге мына пойыз тоқтау керек. Соны сұрап жатырмыз, басшыдан сұрап жатырмыз енді. Ол кісі уәде беріп жатыр, тоқтатамыз келешекте деп. Рахмет, енді сол кісінің сөзіне сенеміз енді. Бұл 9 жолдың торабында тұрған бекет, ауылға өте ыңғайлы, жақсы салынған, жаңа көрдік, аралап ғимарат жақсы салынған. Ең бастысы ауылдың тұрғындарына, қаладан қатысына істейтін жаңа жұмыскерлерге ыңғайлы, студенттерімізге өте ыңғайлы. Бұндай ауылдың көркейтіп осындай салып бергендеріне мың алғысымды айтамын. Қазбек бекетімен қатар Шамалған станциясын қайта жаңғырту жұмыстары да аяқталды. Бұл станция арқылы күн сайын Алматы, Астана, Қарағанды, Қызылорда, Қостанай, Маңғыстау және Бейнеу бағытында 20 жолаушы пойыз өтеді. Алмас Садуақас, Ерлан Абжанов, Қонаев медиа.